Наурыз айына арналған жұлдыз жорамал. Тоқтылар үшін осы жылдың наурыз айы барынша белсенді кезең болғалы тұр. Наурыздың екінші онкүндігінен бастап белгі өкілдері қаржылық сұрақтарға көп мән беретін болады. Кәсіби тұрғыда алға жылжып, серіктестеріңіздің де саны артуы мүмкін. Жеке өміріңізде де жағымды жаңалықтар жетерлік. Әрдайым ішкі сезіміңізді ашық білдіріп, қысылмай, еркін бола біліңіз. Жұмыс барысымен болсын, жеке қарым-қатынастар жағынан болсын, адамдармен ашық сөйлесіп танысуға тырысыңыз. Клиенттер санын арттыруға мүмкіндік зор. Айдың ортасынан бастап шаруалармен жүгіресіз. Кедергілер де байқалып тұр. Бұл кедергілер сізге жақсы таныс, сондықтан да оларды міндетті түрде жылдам еңсересіз. Жұлдыздар барлығына бірдей сене беруге болмайтынын ескертеді. Кез келген ақпаратты мұқияттылықпен тексеріп алыңыз. Торпақ. Рухани тепе-теңдікке ұмтылатын торпақтар соңғы шиеленісті жағдайлардан сәлде болса да алыстап өздерін еркін сезіне алады. Материалдықта, рухани тұрғыдан да тапшылық болған болса, осы наурыз айында оның барлығының орнын толтыруға болады. Наурыз айында сіз дайын болмаған, күтпеген жағдайлар жиі орын алып тұрады, сондықтан да бір ғана жоспарға байланып қалмай, қосымша жоспармен де жүруге кеңес береміз. Бұл айда жақындарыңызға қамқор болып, өзіңізді дамытуды, қалауыңызды жүзеге асыруды қолға алыңыз. Егер мақсатыңыз айқын болса, наурыз айында оған жетуге мүмкіндік те зор. Жұлдыздар наурыздың ортасына қарай өзіңізге көбірек уақыт бөліп, сауда, сауықтыру, күтіну шараларын жасауды ұсынады. Егіздер, наурыз айында ішіңіздің пыспасы анық. Немен айналыссаңыз да жаныңызда сізге шабыт берер жақсы адамдар, бойыңызда күш қуатта болады. Жалпы көктем мезгілі көптеген егіздердің сүйікті мезгілі. Бастай алмай жүрген, бастауға қорқып жүрексініп жүрген шаруаларды қолға алуға күш салыңыз. Бұл айда ішкі әлеміңізбен тығыз қарым-қатынаста болған жөн. Ішкі дауысыңызды тыңдауыңыздың арқасында өзіңіз білмеген құпияның бетін ашасыз. Эмоцияға қатты беріп кетпей, жұмыс пен кәсіп барысында да өте мұқият болыңыз. Әсіресе есеп-қисап, уақыт, жұмыс кестесі секілді маңызды дүниелерге байыпты әрі жауапкершілікпен қараңыз. Шаян, өз күшін жақсы білетін, сондай-ақ нені қалайтынын айқындай білетін шаяндар наурыз айында біраз белестерді бағындыра алады. Бастысы, эмоционалдық жағдайыңызды бақылауда ұстай біліңіз. Мұңайтатын, сіздің сенімділігіңізді түсіретін адамдардан да, жағдайлардан да бойыңызда аулақ ұстаңыз. Айдың соңғы 10 күнінде ішкі интуицияңызды мұқият тыңдаңыз. Сондай-ақ, алда болар жағдайларды елестете білуіңізге де назар аударып, өзгенің емес, өзіңіздің ішкі даусыңыздың дегенмен жүріңіз. Арыстан. Шол ортадан шықпайтын арыстандарға айтарымыз, қателіктер мен жағымсыздықтарға жол бермес үшін өзіңізге көп ауыр жүк артпаңыз. Наурыз айында белсенділігіңіз артатындықтан көп нәрсе жасауға, тек өзіңізге емес, өзгелерге де көмектесуге құлшынысыңыз артады. Дегенмен де, бұл жүйкеңіз бен жалпы денсаулығыңызға кері әсер беретінін ұмытпаңыз. Көп адамға уәде бермеңіз. Наурыз айында көп нәрселерге үлгермей, салдарынан жүйкеңіздің жұқаруы да ғажап емес. Сол себепті де сізге әдетте айтатын кеңесімізді тағы да қайталап айтамыз. Алдымен өз шаруаларыңызды тындырыңыз. Сондай-ақ агрессия танытудан аулақ болыңыз. Бекештер үшін наурыз айы түрлі түсті кезеңдеуге болады. Оның себебі қуанышты сәттер, жағымды тосын сыйлар. Бастысы, романтик бекештер үшін ыстық сезімге толы кезең болады. Әсіресе айдың бірінші жартысы жағымды эмоцияға толы. Бастысы, бұл уақытта жұмыс жүктемесін, яғни жұмыс нагрузкасын назарда ұстаңыз. Артық жұмыс сізге қосымша табыса келгенмен, ішкі жағдайыңызға, жеке өміріңізге кесірін тигізуі мүмкін. Жұлдыздар көктемнің алғашқы айында салауатты өмір салтын ұстануға кеңес береді. Себебі, көптеген бекештердің денсаулығы әдетте осал болатыны, ағзасы нәзік екені жасырын емес. Мүмкіндік болса, медициналық тексерістен де өтіп қойған жөн. Таразы. Наурыз айы таразылардың өмірін түбегейлі өзгертуі ғажап емес. Ғаламат өзгерістер өміріңіздің барлық саласында да орын алуы мүмкін. Үйде, немесе жұмысыңызда байланып отыруға болмайды. Белсенділікке көшіп, достарыңызбен, жақындарыңызбен жиі кездесіп тұрыңыз. Кездесулер мен сөйлесулер сізге сенімділік сыйлайды. Сауда жасарда мұқият болған жөн. Бағаларды салыстыруға ерінбеңіз. Себебі, арзан затты удай қымбат бағаға сатып алып алданып қалуыңыз ғажап емес. Сондай-ақ денсаулығыңызға көңіл бөліп, витаминдер мен минералдарға бай өнімдерді жиі тұтыныңыз.
Саршаян өзгелерді білдіртпей басқарғанда өзінің үстемдігін көрсеткісі келетін саршаяндарға айтарымыз, наурыз айында мұның бәрін байқатпай жасауға тырысаңыз. Өзгелердің осал тұсын көріп тұрсаңыз да, оны бетіне баспай, түсіністікпен қарағаныңыз жөн. Сонда жалпы наурыз айы қарым-қатынас жағынан тыныш ай болмақ. Адамдарға жиі күдіктенесіз, бірақ бұл жақсылыққа апармайтынын ұмытпаңыз. Жұлдыздар энергияңызды пайдалы дүниелерге бағыттауға кеңес береді. Қорытындылай келе, наурыз айының жалпы атмосферасы өзіңізге байланысты. Егер өзіңізді құдды Шерлок Холмс немесе қатал мұғалім ретінде ұстасаңыз, сізден айналаңыздағылар алшақтайды. Ал бар күшіңізді жұмысқа, пайдалы дүниелерге бағыттасаңыз, жақсы нәтижелерге жетіп, наурыз айын өнімді өткізесіз. Мергендер үшін наурыз айы мүмкіндіктердің ауқымын кеңейтіп, бірталай жетістіктерге жетуге мүмкіндік беретін керемет уақыт. Тіпті қаржы жағынан да жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндік зор. Бастысы, сараңдыққа салынбаңыз. Қаншалықты жомарт, мейірімді болсаңыз, соншалықты өзіңізге де жоғарғы күштің сый артатын болады. Өз брендіңізді дамытыңыз, өз кәсібіңізді, шеберлігіңізді жарнамалаңыз. Алдымен ойланыңыз, сосын барып жасаңыз. Кейде мергендердің алдымен жасап алып, артынан барып ойланатын жаман әдеті бар. Айдың екінші жартысы ақшалай сыйлықтармен қуантуы мүмкін. Тәуешкі қыстың энергетикасын бойына сіңіріп, маужырап, баяулыққа салынған кейбір тәуешкілер наурыз айында оянады. Белсенділікке көшеді. Бастысы, адамдармен көбірек сөйлесуге тырысыңыз. Күтпеген жағдайлардан сабақ алып, оған үнемі дайын болып, әрдайым жылдам ойланып, жылдам шешім қабылдауға дағдыланыңыз. Бұл айда жоспарламай жатып сауда жасауға болмайды. Сондай-ақ, наурыз айында тәуекелді кәсіпке ақша қоюға кеңес бермейміз. Өз-өзіңізді бағалауды, сенімділігіңізді арттыруды қолға алыңыз. Су қойғыш. Бұл айда да жағымды өзгерістер ағыны жалғасады. Тіпті ойламаған жерден жағдайлар жаңа арнаға бұрылып, бір жаңалықтан екінші жаңалықты естисіз. Ақшаңызды жақсылап ойланып барып жұмсаңыз. Қажетсіз техника, қажетсіз заттар сынды дүниелерге қарсы шашудың қажеті жоқ. Айдың ортасында сәттіліктерді дер кезінде байқап, осыңыздан шығарып алмауға күш салыңыз. Алдағы уақытта екі жақты жемісті болар пайдалы танысулар да күтуде. Балықтар. Наурыз айы балықтар үшін жаңашылдыққа, қызықты оқиғаларға толы уақыт болады. Неден қорқасыз, неден үрейленесіз? Сізді артқа тартып тұрған не? Неге өзіңізге соншалықты сенімсізсіз? Осыны ашып алыңыз. Жаңа деңгейге көтерілу үшін осы кедергілерді алып тастаңыз. Қаламаймын, қорқамын деген нәрселерді ұмытып, наурыз айында нақты жоспар құрып, күресе білгеніңіз жөн. Бастысы өзіңізбен, өзіңіздің жалқаулығыңызбен күресіңіз. Жалықтырар, біркелкі дүниелерден де құтылатын уақыт келді. Жаңа стиль, жаңа бақытты қолға алыңыз. Ашулы, үнемі жан-жағын жайпап, жанжал шығаратын, өзіне сенімсіз, қорқақ адамдардан бойыңызда аулақ ұстаңыз.